Сәлем достар, бүгін біз сіздермен гармоникалық тербелістердің теңдеулеріне есептер шығарамыз. Бұл бізде Арман ПВ баспасынан 11 сыныптың 1-ші жаттығуының 1-ші есебі. Яғни шар амплитудасы 0,1 метр гармоникалық тербеліс жасайды. Бастапқы уақыт мезетінде ол тепе-теңдік күйде болды дейді. Шардың Т бөлінген 12 периодқа тең уақыттағы тепе-теңдік күйден ығысуын анықтаңыз депті. Берілгенін жазайық. Бірінші есептің, яғни амплитудасы берілген 0,1 метр дейді. Енді Т тең период бөлінген 12-ге тең уақыт мезетіндегі оның ығысуын, яғни координатасын анықта деп тұр. Яғни x неге тең болады. Енді бастапта ол тепе-теңдік күйде болды деген сөз, бұл бізде бастапқы фазасы 0-ге тең деген сөз. Яғни фи нөліміз тең 0-ге деген сөз. Және нөлдік нүктеден басталатын бұл бізде синусоиданың графикіне сәйкес келеді. Демек, теңдеу бойынша x тең а көбейтілген синус омега 0 т дегенді білдіреді. Ал бізде бұл жерде меншікті циклдік жиілік жоқ. Енді оны қалай табамыз? Оны 9 сыныптан бері біз білеміз, яғни 2π бөлінген т-ға тең. Енді мәндерін орнына қояйық. Және т-ның мәні, кішкентай т уақыттың мәні период бөлінген 12-ге тең деген оны да қояйық. Сонда x-іміз тең болады а синус омега 0-дің орнына 2π бөлінген т-ны қоямыз. Ал және кішкентай т-ның орнына, уақыттың орнына т бөлінген 12. Өйткені осы уақыт мезетіндегі ығысуын тап деп тұр ғой. Сонда бізде т мен т не істейді? Қысқарады. 2 мен 12 қысқарады. Сонда теңдеуіміз мынандай болады. x тең а көбейтілген синус, яғни бөлімінде 6, ал алымында пи қалды деген сөз. Яғни теңдеуіміз осындай болды. Енді мәндерін орнына қойып, x-ті есептесек болады. x тең а-ның мәні 0,1, ал синус 6-тан пи деген бұл бізде 30 градустың мәні. Яғни 30 градуста ол 2-ден 1-ге тең. Сонда бізде мәні шығады екен 0,105 метрге тең болады екен. Яғни бұл уақыт мезетінде ол тепе-теңдік күйінен 0,105 метрге ығысады дегенді түсіндіреді. Келесі екінші есеп, серппеге ілінген жүк амплитудасы 0,1 метр, периоды 1,157 секунд гармоникалық тербеліс жасайды дейді. Жүктің қозғалыс кезіндегі максимал үдеуін анықтаңыз депті. Алдымен берілгенін жазып алайық. Яғни бұл жерде де амплитудасы берілген 0,1 метр, және периоды берілген 1,157 секунд дейді. Бізге оның үдеуінің максималды мәнін тап дейді. Яғни а максималды қаншаға тең болады. Енді өткен теориялық бөлімде біз айттық, а максималдыны есептеу үшін не істейміз? Оның амплитудасына меншікті циклдік жиілігінің квадратын көбейтетін біз. Енді меншікті циклдік жиілігін бұл жерде біз 2π бөлінген т бойынша есептейміз. Орнына қоятын болсақ, а максималдымыз тең болады а көбейтілген. Енді омега 0-дің квадраты болса, онда ол 4π квадрат бөлінген не болды? Т квадрат болды деген сөз. Онда мәндерін орнына қойып есептейік. Яғни а максималды тең болады. Бізде мына жерде т-ны 1,157 деп беріпті, ол 3,114-ке еселік болады. Сондықтан квадратты ортақ жақшаға шығарып жіберсек, бізге есептеуге қолайлы болады екен. А-ның орнына 0,1-ді қояйық, көбейтеміз. Яғни x-ін қалтырайық жақшаның ішінде, пи-дің орнына 3,114, ал т-ның орнына 1,157 десек, бізге қысқарайын деп тұр қазір. Ал ортақ квадратты жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сонда мына мен мынаны қысқартатын болсақ, 2 мен 1-ге қысқарады, квадраты 4, демек бізде мәні 1,6 метр бөлінген секунд квадрат екен. Яғни максималды үдеуі бұл кезде 1,6 метр бөлінген секунд квадратқа тең деген сөз. Балалар, есептің шығарылуы сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына пікір қалдырыңыз, сіздерге жауап беремін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.